Ya ne teyzeler gazды қарап қоясыз ғой. Газды қарап қоясыз ғой, газды. Газды қарап қоясыз ғой, газды байқайсыз ғой. Әбетте келмей жатсам. Неге? Ұмытып кетпеңіз деймін анадағыдай. Ал кеттім ал. Мына қосқан жоқсың ғой, Жоқ. Қосайын ба? Ол қара көрікқа өшіп қалса бітті ғой тағы. Өшіп қалса саласың. Қара өзі қосып қарасыш. Жоқ, тоңып жатсың ба? Жоқ, салқындап кетті. Неге айтпайсың бағанан бері енді кетейін жатқанда айтасыз. Осы тұрғынан сатам ағайындар. Жекет бар. Мынау екіншісі. Ағайындар хабарласыңыздар. Осы екеуін сатамыз. Телефон керек. Wi-Fi қондыру керек. Так, сосын не еді мына жерде? Мына газ. Газда байлап. Жауып тұрсам қазір ұмытып кетеді де ашып қояды да. Сосын тағы бір не болады. Аналарыңызды қараңыздар. Айтайын дегенім. Не бұл? Айтайын дегенім. Адам баласы ештеңеге бана тойым жоқ дейді ғой. Тойым жоқ дегенде андай ғой. Әке шешені бағып қалу біздің парызы ғой. Соны кейбір адамдар білмейді. Соны білмегендер көп. Білмегендер сонша ата-аналарын бағанадай Астанада тұрады өзі. Балдары ауылда әке шешелері 80-ге кеткен. Оны неге айтып отырмын? Мен әжетхана сатамын ғой. Ең бірінші әжетхана сатып алғандар солар. Бірақ немерелер келіп алып кетті. Бірақ әжетхананы алған әке шешесі 80-де екен. Ояқ қараңызшы. Ал мамам тоңып жатырмын дейді, қараңызшы. Кеше айтқан жоқ. Кеше өшір керек емес деді. Соны айтайын дегем, жаңа мына бір кетпадым. Бір жылдыққа деге. Бірақ менің ойым бағанағыдай ғой ағайындар. Мамам тек қана жақсы өмір сүрсеген деймін. Қалған уақытымда жұмысқа да бармаймын. Жұмысқа барып, маманы өзі отырады ғой деп қамап кетуге болады. Ал бірақ сіздер құттай кездеріңіздегі еске түсіріңіздерші. Кішкентай кездеріңізде сіздерді қамап кетіп тайған жоқ олар. Біреуге тапсырып кетті әжемізге. Тағы бірдемелерге да. Ал қамап кетіп тастап кетіп жатқандар көріп жатсыздар ғой. Нағақтан деп болып жатыр ғой достар. Ал амантта мынау қойып қойын. Қалай жағатын көрсетейін достар. Я рама, сразу жанды. Достар, сразу жанды, иншалла. Сразу жанды. Айш, машалла. Вот, мен анамды жақсы көрем. Бәріңіз де жақсы көресіздер ғой. Бірақ сол үшін мен жұмысқа бармай отырмын да ағайындар. Мен қазір тауып аламын, жұмыс білесіздер ғой. Әжетхана ұстаймын, стол жасаймын. Бірақ бағанағыдай бізді ақкөңілдігіміз сонша тәкаппарымыз деп айтып жатырмыз ғой. Бағанағыдай парақор болмау керек тек қана. Бірақ пендеміз, пенде болғанмен де бағанағыдай неміз көп, бағанағыдай күнәларымыз көп, күнәқарымыз. Соның ішінде ағайындар біз білу керекпіз. Анамызды, ата-ананы сыйлау керекпіз. Ата-ананы алдабай ел аман жүтінсіз болсын. Ағайындар садақа болып жатса, мысалы өлім айтып келмейді ғой. 40-ы, 100-ы, мысалы азан шақыру, ат қою. Ағайындар көп ақша сұрамаймын мен. Көп емес, вообще ақша сұрамаймын. Бірақ кетіп жатқанда бағанағыдай беретіндері береді ғой. Мындайға, бірақ андай ставка жоқ та ставка менде. Түсіндіңіздер ғой. Мен оның басында ең бірінші жазғам. Бірақ енді бағанағыдай сразу айтып қояйын. Ондай білім мықты емес. Кешіріп қойыңыздар. Алла біледі тек қана оны. Бірақ бағанағыдай атқарып және де алып кетесіздер, әкеліп тастайсыздар. Жақсы. Елама жұттыншы болса амантта бақ. Болды. Все. Осы айтайын деген. Жаттым. Bunu kıldık bitemez ағайындарымды. Кілт тұр бәрінде. Бұның көрші бар, сол үшін кілтемейміз да. Жалпы әжетхана бәрі кілт тұр.
көрдіңіздер, мына табаққа кілт жоқ. Су құйып жатырмын ғой. Бәрін кілтіп қоямыз. Көрдіңіздер. Бас тіреп тұр. Кілтіп қоямыз. Бұдан балдар түс көпіру үшін де. Түсіңіздер ғой. Сені аман. Түш бол, самантты болайық. Осы стол бар. Мына екі күрішін сату керек. Әжет қана мына бар. Осы стол бар. Стол. Сегіз жеті екі, сегіз жеті нөл сексен жеті. Телефон нөмірі.